Қайырлы күн достар, сіздермен бірге пайдалы арна каналы. Бұл арнада өміріңізге керекті маңызды ақпараттармен бөлісемін, сол себепті міндетті түрде каналға жазылып қоюды ұмытпаңыздар. Бүгін сіздерге қазіргі осы жылдағы өзекті мәселелердің бірі біздің ИП-мыздың режимін ауыстыруды көрсетемін. Ол үшін не істейміз? Ең бірінші, кабинет налогоплательщика деп теріп кіреміз, және кіргеннен кейін ең үстіңгі жағында подать документ деген бар. Соны басамыз. Басқаннан кейін поисковикке, яғни уведомление деген сөзді жазамыз. Сол кезде бізде уведомление о применяемом режиме налогообложения деген шығады. Осы жерден керекті режимді және де қай себеппен ауысып жатқанымызды таңдаймыз, және де екі жерге келісім қойып осындай белгі саламыз. Одан кейін Медеуский район деп өзі автоматты түрде шығып тұр. Сол жерден подписать деген кнопканы басып кішкене күтеміз. Оны басып күткеннен кейін бізде осындай терезе ашылады. Яғни бұл біздің отчетымыз, документіміз шықты деген сөз. Яғни ЭЦП-мызды енгізіп, осы жерден қол қойып жібереміз. Яғни сіздің ИП-ңыздың режимі 2026 жылғы 1 қаңтардан бастап ауыстырылады. Ол бір жұмыс күні ішінде ауысуы мүмкін, немесе бірден ауысуы мүмкін. Оны өзіңіздің профильден тексеріп қарап отырасыз. Және де ЭЦП-мен қол қойылғаннан кейін бізде жаңа терезе ашылады, налоговый отчетность. Ол бізге керек емес, налоговый заявление деген жерден жаңағы жіберген уведомленияның статусын қарап отырамыз. Егер ақпарат пайдалы болса, мен қуаныштымын. Назарларыңызға көп рахмет.